Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ринат Зайытов ағамыздың намазхандардың 80%-ы алаяқтар деген сөзіне мен де бір пікір айтқым келіп отыр. Пікір айтқанда мен Ринатты жамандап немесе жақтайын деп отырғаным жоқ. Бірақ бұл сөзден үлкен сабақ алуға болады. Қалай? Әрине бұл сөз намазхандардың шымбайына тиетіні анық. Дегенмен де бұл айтылған сөздің тек бір жақты қарауға болмайды. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, қасында Хузайфа деген сахаба болған. Алла одан разы болсын. Ол былай айтқанда пайғамбарымыздың сыр сандығы деп есептелген. Яғни барлық сырларды, алда болатын жайттарды және 200-ді адамдардың қандай болатын және кімдер екенін оның тізімінде болған. Оны тек сахабасы Хузайфаның өзі ғана білген екен. Ол 200-ді адамдардың кімдер екенінде, қайсысы екенінде барлық тізімі болған. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, Хузайфада тізімдері бар сахабалар. Қайсы кімдер мұнафиқтар екені деген кезде Омар, Алла одан разы болсын, Алланың елшісі, оның ішінде мен жоқпын ба деп қатты уайымдап отырмын деген кезде пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, Омар, оның ішінде сен жоқсың деген екен. Міне сол сияқты мына Ринат ағамыздың айтқан 80%-ы алаяқтар дегенге әрбір намазхан ойлану керек сияқты. Оның ішінде мен жоқ па екенмін деп. Мүмкін Ринат ағамыз сабақ болсын, әркім өзін тексерсін, мен жоқ па екенмін деген ойда қалсын деген оймен айтқан шығар. Енді бірақ 80% ба, 50% ба Аллаға ғана мәлім. Сол үшін бұл сөзді қуалай бермей, бейбіт жағын, дұрыс шешім жағын қабылдайық. Құрметті мұсылман қауым, әркім сөз иесін өзі табады. Және де бұл сөзге қатып қалмай, екі жақты қарау керек сияқты. Біз сабырлы болайық. Және де әркім өзіміз тексерейік. Бір жерде алаяқтық жасап қойған жоқпын ба, мен сол 80%-ның ішінде жоқ ба екенмін деген ойда қалу керек сияқты. Еліміз тыныш болсын, бейбіт өмірде болайық. Бір сөзден бүлік шығарып жүрмейік ағайын.